Бірінші қасиет. Егер бізде алгебралық бөлшек дәрежеге алынса, онда біз алгебралық бөлшектің алымын және бөлімін әрқайсысын жеке-жеке дәрежеге шығаруға болады. Және мынандай теорема. Егер алгебралық бөлшекті бір-біріне бөлсе, А бөлінген Б бөлшегі бөлініп тұрса мынандай бір Y-тан X алгебралық бөлшегіне, онда оны көбейтінді түрінде жазуға болады. Яғни А бөлінген Б көбейту Y бөлінген X. Яғни мынандай тепе-теңдік орындалады. Енді осыларға байланысты мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Мынандай өрнекті ықшамдау керек. Шешу. Жаңағы теореманы қолданамыз. Мына жердегі бөлу амалын көбейтуге алмастырамыз да, мына бөлшектің алым мен бөлімін орнына ауыстырамыз. Сонда бірінші бөлшекке ештеңе істемейміз, қалдырамыз. Көбейту, енді мына екеуінің орнына ауыстырамыз. Сонда x куб x куб деймін. Үстінде 4mn квадрат, астында x куб тең. Енді алымына бөліміне көбейтеміз. Сонда 12x төртінші дәрежеде көбейтілген 4mn квадрат бөлімінде m куб көбейтілген n куб көбейтілген x куб тең. Мына жерде қысқартуды орындап жіберейік. Кім қысқарады? X куб пен X төртінші. Дұрыс. Мына жерде X куб толығымен қысқарады, ал мына жерде тек X-тің өзі ғана қалады, біреу ғана қалады. Одан кейін бізде тағы кімдер қысқарады? Mn. Дұрыс. Так, мына жерде бір ғана m бар, онда ол астындағы бір m-ін алып тастайды. Сонда мына жерде тек қана квадрат қалады. Дәл солай n квадрат мына жердегі астында n кубтың екеуін алып тастайды, тек екеуі қалады мында. Қалғанын жазайық. Сонда үстінде бізде қалды 12x және 4. Болды. Ал астында бізде қалды m квадрат көбейтілген n квадрат. Енді алымын көбейтіп жіберейік, қалғанын жазайық. Сонда 48x бөлінген n квадрат. Есеп аяқталды. Сонда жауабы осы бізде. 48x бөлінген m квадрат. Есеп аяқталды. Келесі мысал бізде қасиетке байланысты бағанағы. Қараңыздар. Мынандай өрнекті дәрежеге шығару керек. Жаңның ішінде a куб бөлінген c квадрат төртінші дәрежеде. Шешу. Дәреже шығарайық. Ол жаңа қасиет бойынша бізде алымы мен бөлімі әрқайсысы жеке-жеке төртінші дәрежеге алынады. Сонда бізде a куб бізде төртінші дәрежеде және c квадрат ол да төртінші дәрежеде тең. Енді әрқайсының
дәрежеге шығарамыз. Бізде бұл жерде дәрежелердің қасиетін пайдалансақ, бұл бізде мына екеуі 3 пен 4 көбейтіледі. Сонда А 12-ші дәрежеде болады, және С 8-ші дәрежеде. Дәрежеге шығарып болдық. Жауабын жазайық. А 12-ші дәрежеде бөлінген С 8-ші дәрежеде. Есеп аяқталды.